өлілерді оятпа. Толық оқиға желісі: өлілердің қабірінде ешқашан тойламаңыз, өйткені бір рет оларды оятып алсаңыз, олар сізді ешқашан жібермейді. Фильм жалғыз қалған әйелдің өз жатын бөлмесінде қатты қорқынышқа бой алдырып, тығылуға тырысқан шиеленісті әрі мазасыз көрінісінен басталады. Ескертусіз-ақ көрінбейтін бір күш кенеттен оған қатыгездікпен шабуыл жасап, оны үрей мен мүлдем дәрменсіз күйде қалдырады. Содан соң жұмбақ күш оның мойнына арқан орап, денесін сүйреп, арқан әлі де тығыз байлаулы күйінде оны баспалдақтан лақтырып жібереді. Бұл оның қайғылы жағдайда өлуіне себеп болады. Ал оның асылып тұрған денесінен алыс емес жерде қара конверт жатады. Көрініс: Харрисон мен оның әйелі Элисон Харристің ескі досы Дивонның жерлеу рәсіміне қатысып жатқан зиратқа ауысады. Жерлеу рәсімі аяқталғаннан кейін, Харрисон мен Элисон Дивонның үйіне барып, оның отбасына көңіл айтады. Күтпеген жерден олар басқа да ескі достары Кира мен Сидті кезіктіреді. Өткен шақта Харрис, Кира, Сид және Дивон барлық уақыттарын бірге өткізетін жақын төрт дос ретінде белгілі еді, бірақ олар есейіп, өз өмірлерімен бос болғандықтан, олардың байланысы баяу үзіліп, сирек кездесетін болған. Дивонның өлімі сайып келгенде, олардың осыншама ұзақ уақыттан кейін қайта табысуына себеп болады. Элисон шаршағанын сезініп, үйіне бірінші қайтуды шешеді. Бұл Харристің өткенді еске алу үшін Кира және Сидпен бірге қалуына мүмкіндік береді. Содан соң үшеуі мейрамханаға тамақтануға барады. Сол жерде Сид кенеттен Харрис пен Кираға Дивонның қабірінде соңғы рет кеш өткізу туралы ақылға қонымсыз ұсыныс айтады. Бұл идея бірден қабылданбайды, өйткені ол мүлдем қисынсыз естіледі. Бірақ Сид мұны жалғыз жасауға табандылық танытады. Түн батқанда Сид шынымен де Дивонның қабіріне жалғыз барады. Көп ұзамай кенеттен бір көлік жақындап, Сид оның шын мәнінде ішімдік алып келген Харрис пен Кира екенін түсінгенше қорқып, тығылып қалады. Олар Харрис досының өткенді жалғыз еске алуына жол бере алмайтынын ойлағандықтан келеді. Соңында үшеуі музыканың және ішімдіктің әсерінен барған сайын күшейген хаосты атмосфераның сүйемелдеуімен Дивонның қабірінің тура үстінде ішімдік кешіне батып кетеді. Харрис өзін жайсыз сезініп, Кираны таза ауа жұту үшін бір сәтке серуендеуге шақырады. Осы уақытта Дивонның құлпытасының жанында жалғыз отырған Сид кенеттен қара конверт тауып алады. Жартылай мас күйде Харрис пен Кира өздерін ұстай алмай, Сид оларға конверттің ішіндегіні көрсетіп кедергі келтіргенше бір-бірін сүйе жаздайды. Конверттің ішінен қайғыны ұмытып, өмірден ләззат алуға және өлілердің тынышталған жерінде тойлауға ынталандыратын оғаш жазу жолдары табылады. Оның мәнін толық түсінбестен, үшеуі хабарламаға еріп, зиратта билей бастайды. Кеш аяқталғаннан кейін олар өз үйлеріне қайтады. Сол түннен бастап олардың өмірінде оғаш мазасыздықтар басталады. Харрис өзінің мысығының белгісіз себеппен мияулағанын байқайды, ал үй телефоны кенеттен соғылып, Элисон жауап бергенде тұтқаның арғы жағында тек толық үнсіздік болады. Зираттағы оқиғадан 2 апта өткен соң, оғаш мазасыздықтар барған сайын нақты сезіле бастайды. Бір түні Элисон жатын бөлмеден шыққан әлсіз ыңырсыған дыбыстарды естіп оянады. Бұл оның ойын бірден қара күдікке толтырады. Мазасыздықпен ашуға бой алдырған ол, Харристі басқа әйелмен бірге деп ойлайды. Ол бөлмені тексеруге асығады, бірақ оның мүлдем бос екенін көреді. Шошынған ол Харристің есімін айтып айғайлап, төменге жүгіреді. Бірнеше минуттан соң Харрис пайда болып, Элисон жеңілдеп те, абдырап та қалады. Содан соң ол оған соңғы кездері есіктің көрінбейтін қағылуынан бастап, оның тыныштығын үнемі бұзатын, оғаш дыбыстарға дейінгі мазасыз оқиғаларды бастан кешіріп жүргенін айтады. Келесі күні Харрис үйге шын мәнінде не мазалап жүргенін анықтау үмітімен дабыл жүйесін орнатуды шешеді. Алайда оны баптау кезінде үйде пианино дыбысы кенеттен ойнай бастайды. Бірақ Харрис үйде тек өзі мен Элисон тұратынын, және сол сәтте Элисонның үйде жоқ екенін біледі. Өзін жайсыз сезінген Харрис пианиноны бірден тексереді, бірақ тағы да ешкімді таппайды. Келесі түні Харрис пен Элисон ұйықтап жатқанда, олардың мысығы кенеттен қатты мияулап, екеуін де оятады. Харрис тексеру үшін төменге түседі, ал Элисон жартылай ұйқылы күйде жатын бөлмеде қалады. Тексеру кезінде пианино музыкасы қайтадан естіледі. Бұл Харристі қорғану үшін гольф таяғын алуға мәжбүр етеді. Бірақ бұрынғыдай ешкім жоқ. Дәл осы уақытта Элисон жатын бөлмесінде қорқынышты әйелдің бар екенін сезініп, Харристі шақырып, үреймен қашады. Харрис бөлмеге оралғанда бейне із-түссіз жоғалып кеткен болады.
Көп ұзамай Эллисонның айғайын естіген полиция үйге келеді. Бірақ Харрис пен Эллисон мәселені қиындатпас үшін ештеңе болмағанын айтуды жөн көреді. Полиция кеткеннен кейін Эллисон сол түні көрген әйелдің Кираға өте ұқсас екенін дірілдеген дауыспен айтады. Уайымға салынған олар сол түні бірден Кираның үйіне барады. Келген бойда Харрис пен Эллисон үйдің астан кестеңі шыққанын және қабырғаларда оғаш жазулар барын көріп шошиды. Олар үшін абайлап тексеріп жатқанда Кира кенеттен пайда болып, өзін мазасыз әрі тұрақсыз ұстайды. Харрис Эллисонға полиция шақыруды айтып, өзі ванна бөлмесін тексереді және Кираның жағдайының қаншалықты ауыр екенін өз көзімен көреді. Оның қауіпсіздігіне алаңдаған Харрис пен Эллисон Кираны ауруханаға апарады. Емдеуден кейін дәрігер Кираның денесінде медициналық тұрғыдан анықталмайтын тістеген іздер бар екенін және оның ауыр психикалық күйзеліс белгілеріне байланысты психологиялық сараптама нәтижелерін күтіп жатқандарын түсіндіреді. Жағдай тынышталғандай болғанда Эллисон әжетханаға баруға рұқсат сұрайды, ал Харрис емдеу бөлмесінің сыртында күтеді. Сол уақытта Харриске Сид хабарласып, үйінде үлкен мәселе болғанын айтып, тез келуін өтінеді. Осы арада Эллисон әжетханаға бара жатып, ақ жаймамен жабылған дененің кенеттен қансырап, оның қолынан ұстап алған қорқынышты көрінісіне куә болады. Эллисон айқайлап, ауруханада хаос орнайды. Әрі қарай тәуекелге барғысы келмеген Харрис пен Эллисон бірден Сидтің үйіне барады. Онда Сидтің де қорқыныш ішінде өмір сүріп жатқанын көреді, өйткені ол өз үйінде үнемі мазасыз, паранормальды оқиғаларды бастан кешіп жүрген еді. Жауап іздеп, Сид өзі танитын паранормальды зерттеушілер Винсент пен Фрэнсисті шақырады. Харрис, Эллисон және Сид болған жайттың бәрін, соның ішінде зираттағы ішімдік кешін және сол түні тапқан қара конверттерін айтып береді. Фрэнсис құжаттама үшін бүкіл түсіндірмені жазып алады. Оқиғаны тыңдаған соң Винсент олардың қара конверттен туындаған қарғыс астында болуы мүмкін екенін, бұл рухтарды шақыру рәсімі екенін айтады. Олардың талқылауы кезінде еденде кенеттен күйген іздер пайда болып, Винсенттің табиғаттан тыс әрі қауіпті күшпен істес болып жатқанына көзін жеткізе түседі. Жағдайды реттеу үшін Винсент оларға өз мекен жайын беріп, Сид пен басқалардан келесі күні келулерін сұрайды. Келесі күні Сид Харрис пен Эллисонмен бірге басына түскен қарғысты тереңірек түсіну үмітімен Винсенттің үйіне келеді. Винсент қара конверттегі қарғыстың тұрақты емес екенін, және ол тек 30 күнге созылуы керек екенін түсіндіреді. Бірақ қауіптісі, рухтардың энергиясы күн өткен сайын күшейіп, соңында адам өмірін алатындай агрессивті болатынында. Мәселенің төркінін анықтау үшін Винсент оларды зиратқа, өздерінің ішімдік кешін өткізген жеріне қайта апарып, назардан тыс қалған іздерді табуға тырысады. Зиратқа келген соң Винсент жерді мұқият зерттеп, тапқан әрбір оғаш белгіні өзінің зерттеу бөлігі ретінде жазып алады. Сол уақытта Кира емделіп жатқан ауруханада қорқынышты жағдай орын алады. Күнделікті тексеру жүргізіп жатқан медбике Кираның кереует астында тығылып, дірілдеп отырғанын және көрінбейтін бірдеңеден қашқандай күйде екенін көріп, бірдеңенің дұрыс еместігін сезеді. Көп ұзамай медбикеге көрінбейтін күш шабуыл жасап, ауруханада хаос орнайды. Бұл мазасыздық туралы естіген Харрис, Эллисон және Сид ауруханаға асыға оралады. Олар Кираны тыныштандыруға және қарғысты тоқтату үшін қадамдар жасап жатқандарына сендіруге тырысады. Ауруханада қалуға бұдан әрі шыдамы таусылған Кира соңында олармен бірге қашуды ұйғарады. Осы арада Винсент мазасыздыққа жауапты деп есептелетін 3 рух туралы тереңірек ақпарат жинайды. Бірінші рух 5 жасар бала Деннис, ол өмір бойы жиі ауырған және отқа деген зиянды құмарлығы болған. Бұл оның ойыншықтарын өртеп, үйінің өртенуіне, өзі мен бүкіл отбасының өліміне әкеп соққан. Екінші рух 20 ғасырдың басындағы музыка мұғалімі Эмма, ол үйленген ер адаммен заңсыз қатынаста болып, соңында ер адам мен оның әйелін өлтіріп, пианинода ойнап отырған қорқынышты күйінде тұтқындалған. Соңғы рух Уильям, ол діндар және қайырымды адам ретінде сыйланған, бірақ іштей қара ниеті болған. Бұл оның қайғылы соңына келген. Винсент қарғысты жоюдың жалғыз жолы осы 3 рухтың қалдықтарын басқа жерге көшіру екенін түсіндіреді. Уақыт жоғалтпай, олар сол түні зиратқа оралып, қабірлерді қаза бастайды. Процесс оңай болмайды, өйткені бірдеңе оларды тоқтатуға тырысқандай үнемі мазасыздықтар туындайды. Қатты қорқыныш пен қысымға қарамастан, олар 3 рухтың сүйектерін алып шығады.
Қалдықтар Винсенттің кең ауласына көшіріліп, қайта жерленеді. Сол жерде Винсент рухтар тынышталсын және оларды мазалауды қойсын деп дұға оқиды. Бір қысқа сәтте үш дос тыныштықты сезініп, қалыпты өмірлеріне орала бастайды. Алайда бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Келесі түні мазасыздықтар қайта басталады. Ұйықтап жатқан Харрис кенеттен маңындағы қорқынышты бейнеден оянады. Ал басқа жерде Сидке отқа байланысты бала рухы шабуыл жасап, үйі өртене жаздайды. Бұл оқиға рәсімнің қарғысты толық шешпегенін дәлелдейді. Мәселенің әлі аяқталмағанын түсініп, олар жауап іздеп Винсенттің үйіне оралады. Винсенттің өзі де абдырап қалады. Өйткені көшіру рәсімі қарғысты тоқтатуы керек еді, бірақ оның орнына террор тек күшейіп, бақылаусыз бола бастайды. Қазірше Винсент Харрис, Элисон, Сид, Кира және Фрэнсиске одан арғы шабуылдардан қорғану үшін үй ішінде қалуды айтады. Алайда Харрис Винсенттің қабілетіне күмәндана бастайды және үйдің қауіпсіз емес екенін сезеді. Ол кетпек болады, бірақ Сид оны тоқтатады. Бұл шиеленісті жағдайда қатты айтысқа келеді. Сол кезде Сид Харристің зиратта мас күйінде Кирамен сүйіскенін абайсызда айтып қояды. Мұны естіген Элисон күйзеліске түседі және шындықты қабылдауға қиналады. Элисон Кирадан жеке сөйлесуді сұрайды, бірақ олардың әңгімесі аяқталмай жатып, Винсенттің үйіне көрінбейтін күш қайта шабуылдайды. Хаос кезінде Кира жоғарыға бөлмелердің біріне қарай жүгіреді, бірақ онда оған Уильямның рухы ең қатыгез шабуыл жасайды. Харрис пен басқалары жоғарыға жүгіргенде Кираны ауыр халде табады. Оның мойны шыны сынықтармен қатты жарақаттанған. Шошынған олар оны көмек алу үшін төменге түсірмек болады, бірақ рухтар кенеттен бүкіл үйді қоршап тұрған темір қоршауларды көтереді. Бұл оларды шығар жолсыз тұзаққа түсіреді. Винсент көмек шақырмақ болады, бірақ оның телефонында сигнал болмайды. Соңында Кира көп қан жоғалтудан қайтыс болады. Олардың үмітсіздігі кезінде рухтардың қайтадан ашулану себебі ашылады. Фрэнсис құжаттама үшін денелерді суретке түсіріп, жазып алу үшін қабірлерді қайта қазуға жасырын барғанын мойындайды, өйткені ол бұрын мұны істеуді ұмытып кеткен екен. Оның іс-әрекеті рухтардың ашуын қайта тұтатады. Харрис пен басқалары Фрэнсиске бәрінің қауіпсіздігінен гөрі құжаттаманы жоғары қойған үшін ашуланады. Басқа амал қалмағандықтан, олар Фрэнсис алған бас сүйектерді қайта жерлеуді ұйғарады. Олар Винсенттің үйінен шығар жол іздеп, қалған сүйектерді жинап жатқанда, атмосфера тағы да шиеленісе түседі, пианиноға қарай апаратын жұмбақ іздер пайда болады. Сол жерден Эмманың рухы шығып, оларға аяусыз шабуыл жасайды. Хаос кезінде Фрэнсис келесі құрбан болып, Эмманың қолынан қаза табады. Үрей бәрін билеп алады. Шошынған Сид басқа бөлмеге қарай жүгіреді, бірақ онда оған бала от рухы шабуыл жасайды. Жалын бөлмені тез арада шарпып, Сидке қашуға мүмкіндік қалдырмайды. Өрттен болған кішігірім жарылыс Винсенттің денесін бөлме бойымен лақтырып жібереді. Нәтижесінде Харрис пен Элисон ғана тірі қалады. Қалған аз ғана күштерімен Харрис пен Элисон жоғарыға қарай жүгіреді. Харрис Элисонға терезеден шығып, қалған бас сүйекті қайта жерлеу арқылы бәрін аяқтауға тырысуды айтады. Жоспар іске аспас бұрын Эмманың рухы балтамен пайда болып, Харриске шабуыл жасайды. Харрис бар күшімен соғысады, бірақ рухтың күші одан әлдеқайда жоғары. Харрис жеңіле бергенде, Элисон кенеттен көлікпен келіп, Эмманы қағып жібереді. Бұл оларға қашуға мүмкіндік береді. Олар бәрін аяқтау үшін Винсенттің ауласындағы жерлеу орнына дереу асығады, бірақ тағы да шабуылға ұшырайды. Харрис бас сүйекті қабірге лақтырмақ болады, бірақ оны мүлт жібереді. Шешуші сәтте жарылыстан қалай болса да аман қалған, денесін ауыр күйік шалған Винсент пайда болып, бас сүйекті қабірге салып үлгереді. Соңғы рәсім аяқталғаннан кейін, қарғыс соңында жойылады. Олар тірі қалса да, Харрис, Элисон және Винсент болған оқиғадан терең физикалық және эмоционалдық жаралармен қалады. Соңғы көріністе Харрис пен Элисон үш досы Кира, Сид және Дивонның қабірлеріне соңғы құрметтерін көрсету үшін барады.